Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Қыздар, қалай жағдайларыңыз? Көптен бері осындай шопер тіккім келіп жүреді. Кейде бұны эко сумка деп те атайды. Қазіргі таңда өте трендтегі сөмкелердің бірі деп айтуға болады. Ал бұның тігілуі өте оңай. Тігілу процесіне кіріспес бұрын, егер де сіз менің каналымда алғаш рет болсаңыз, онда каналға тіркеліп, жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңырауды басып қойыңыз, ал біз тігуді бастаймыз. Ол үшін бізге әрине қаттылау мата керек. Өлшемін өздеріңіз білесіздер. Мен 38-де 42 сантиметр алыппын. Бұның өлшемін өздеріңіз білесіздер. 2 деталь болу керек осындай. Менде матам түгелдей. Тек егер де қысқа болатын болса, 2 бөлек алып, астын қосып тігіп алсаңыздар да болады. Былайша айтқан кезде пакетті матадан жасалған түрі. Бұрын пакеттер жоқ кезде, яғни кленкадан жасалған осындай маталарды қолданатын болған. Енді экологияны сақтау мақсатында осындай сөмкелер қайтадан трендке шығып жатыр. Ішкі қалтасы 19-19, қаласаңыздар сыртына тігуге болады, қаласаңыздар ішіне. Ода айырмашылығы жоқ. Мен ішінен тігіп, ал матаның сыртына кейін акрил бояумен бояғым келіп отыр. Бауы 80-де 11 сантиметр. Бұны қайырамыз. Екке қайырған кезде 40 сантиметр болып тұрады. Осындай 2 бау. Егер де қаласаңыздар бұндай бауды қолмен тікпей, дайын бауларды сатып алып тіксеңіздер де болады. Айырмашылық жоқ. Мен қолымда бар затты, үйде қалған қалдық маталарды осылай іске асырып тастағанды өте жақсы көремін. Негізі бұдан шапан тіккен болатымын. Ол өте керемет шықты. Енді кішкене қалған бір жарты метр матаны осындай шопер тігіп алайын деп шештім. Ал бұл бізде ішкі жағына замок тігуге арналған кішкене қалдық матасы. Ол 9-38 сантиметр, 2 деталь керек болады. Замок. Егер де қаласаңыздар, замок тікпесеңіздер де болады. Қаласаңыздар, просто кнопка қоюға да болады. Ал мен замокпен болған ұнаттым, және де замок тігетін болдым. Ең бірінші бастайтын тірлігіміз ол бауын 2-ге қайырамыз да, оң жағын ішіне қарай қайыра отырып, шетін тігіп аламыз. Екі бауды да бірінің артынан бірін тігіп алғаннан кейін, оны оң жағына аударып, жақсылап үтіктеп аламыз. Үтіктеп алғаннан кейін екі шетінен 0,2 сантиметр қалдыра отырып, ең үлкен лапканың ең үлкен түріне қойып тігіп аламыз. Енді бауымыз дайын болған соң, оны сөмкенің негізгі бөлігіне қосып тігіп аламыз. Екі шетінен 8 сантиметр қалдырдым. Ол енді міндетті түрде 8 сантиметр болу деген сөз емес. Өздеріңіздің сөмкелеріңіздің өлшеміне қарай, сіздерге қалай ыңғайлы болады, солай қойсаңыздар болады. Міндетті түрде инемен бекітіп алу керек, өйткені тіккен кезде қазір ары-бері жылжып кетуі мүмкін. Жалпы мата қатты мата, оны ешқандай да бір сырғып, жылжып кетпейді. Дегенмен мынау біздің бауымыз тіккен кезімізде қақиып тұру үшін бекітіп қойған дұрыс болады. Енді үстінен замок тігетін ішкі матамызды тігіп аламыз. Мінекей, енді осы жерден бір тігіс жүргізіп, үстінен басырып тігіп жүрсеңіздер, тіпті керемет болады. Дәл осылай бірінші тәсілдегідей екінші жағындағы бауынды тігіп аламыз. Қыздар, сіздерге қандай матадан тіккен ұнайды, не болмаса келесіде қандай бұйымдар тіккенді ұнатасыздар, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен сіздердің комментарийларыңызды оқитын боламын, және де сол сіздердің қалауларыңызға орай сол қалаған заттарыңыздың тігілу процесін көрсететін боламын.
Сіздер қалай ойлайсыздар? Экошоппер деген нәрсе, осы эко сумкалар дұрыс па, әлде ыңғайлы ма, әлде кәдімгі магазинде өзіміздің күнделікті сатып алып жүрген пластик пакеттер ма? Қалай ойлайсыздар? Бұл туралы да өздеріңіздің ойларыңызбен комментарияда бөлісіп кетсеңіздер, өте қатты қуанышты болар едім. Мен жеке өзімнің ойым, әр жерде пленка пакеттердің ілініп тұрғаннан көрі, осылай сөмкелердің бір рет тігесің, біраз уақытқа дейін жыртылып, тесіліп қалғанша қолданатын осындай мата сөмкелерді өзім жақсы көремін. Бұйырса, алдағы уақытта тағы да басқа түрлерін тігіп алу жоспарымда бар. Неке енді жаңағы екі жағында бауын тігіп алғаннан кейін сырт жағынан 0,5 сантиметр немесе 1 сантиметр қалдырып шетінен тігіс жүргіземіз. Енді қалтаны тігу үшін қалтаның салынатын жағын екіге қайырып алдым, осылай екі бүктеп. Оны тігіп алғаннан кейін сөмкемнің іш жағына оны инемен бекітіп аламын. Егер алғаш рет тігіп жатқан болсаңыздар, бұны қолмен көктеп алғандарыңызға дұрыс болады. Себебі тігіп болам дегенше шеттері тартылып қалуы мүмкін, немесе сөмкеңіздің негізгі бөлігі сырт жағы қайырылып, көбірек тігіліп кетуі мүмкін. Соны болдырмау үшін, қайта-қайта сөкпеу үшін бір рет көктеп алып, көріп, содан кейін барып тіксеңіздер, ешқандай проблема болмайды. Ал енді сырмамызды қосып тігіп алайық. Осылай екі жағына сырмамызды тігіп қондырып аламыз. Енді бізде сөмкеміздің екі шеті ашық болып тұр. Сол екі шетін сөмкені теріс жағына қаратып тігіп аламыз. Және де менің матам өте сөгілетін мата болғандықтан, оны міндетті түрде оверлоктап алайын деп шештім. Себебі ішінен қатты жіптер сетінеп кетеді. Бұның шетіне бейка тігіп жүрсе де болады, немесе басқа бір матаменен қаптап тігуге де болады тігісін. Ал қыздар, сөмкеміз дайын, ішіне заттарымызды салып, қыдыруға шыға берсек болады. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де өздеріңіздің пікірлеріңізбен комментарийда бөлісіңіздер. Міндетті түрде закрепленный комментарий қалдырамын. Келесіде қандай бұйым тіккенімді қалайсыздар, өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер. Каналымда алғаш рет болсаңыздар, қыздар каналға тіркелуді, подписаться дегенді басып, қоңырауды басып қойды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.